Сәлем достар, қырық сұрақ. Бүгін бізде қонақта Нұрмахан Мұханұлы. Есен аға 3 сөзбен. Менен ақылды, менен ұзын, менен әдем. 1 жылға созылған ашаршылық жылдарым басталды. Бір выпускқа сол кездің курсы бойынша $1000 алдық. Түнгі студияда істеп жүргенде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев келді. Нұрлан арнайы Таиландтан ұшып келді бір күн бұрын. Загармен түсті. То есть передачаны түсірдік. Келесі күні қайтадан Таиландқа ұшып кетті. Сәлем достар, қырық сұрақ. Бүгін бізде қонақта Нұрмахан Мұханұлы. Қалайсыңдар? Нұрге, Ау. басталмай жатып, біздің көрермендерге өзіңізді 3 сөзбен таныстырып кетсеңіз. Сен маған сен деп сөйле. Сіз десең мен ыңғайсызданып, өзімді бір үлкен шал ретінде сезініп, қысылып қалуым мүмкін. Мен Нұрмахан Мұханұлы, сценарист. Болды, басқа қатын тауып алды. Бизнес по-казахски в Корее. Тачки сними. Это же образ. Ой, образный свет. Стендап-комик. Вы же не знаете, что для меня ставить правильное окончание в словах всегда лотерея. Және ютубта подкаст жасайтын жан. Білесің ба, ол кәдімгідей это ход. Ход может быть, да. Когда сен елді, халықтың әл-ауқатын экономикамен, жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз ете алмағандықтан, сен оны патриотизммен тойдырасың. TikTok эксперт. Олай айтуға да болады, TikTokты зерттеп жүргеніме жарты жылдан асты. Контент жасамаймын TikTokқа, бірақ аккаунт бар. Өзімнің орыс тіліндегі стендаптарым тұр, әзірше. Просто мониторить етем, яғни. Қарап, кім не істеп жатыр, қандай контенттер өтімді болып жатыр TikTokта. Адамдар не нәрсеге назар аударып жатыр. Жалпы TikTok қандай проблеманы шешіп жатыр. Нучи қандай пост салыпты. Жоқ, ол былай рекке шығып қалады ғой. Сол кезде күлемді, көшіріп аламды, маған Инстаграмға контент. Инстаграмда TikTok жауқарлар деген рубрикам бар. Көріп көрсеңіздер болады, мен өзім көрем. Таңертең бір сағат осы уақыттарда салынады өзі, түскі жақын уақытта бастап салам. Жақсы. Интервьюға дайындалған кезде YouTubeға жазып ем, Нұрмахан Мұханұлы деп. Көп интервью шыққан жоқ, 1-2 интервью бар екен, берілген. Бірақ негізі көп адамдар сізді жайдарманшы, сені жайдарманшы деп біледі. Және де тележүргізуші, сценарист, стендап-комик қазірден бастап. Одан кейін мен өзім жеке футбол фанаты деп білем. Өйткені дұрыс қой. Қазақстан футболының фанаты. Қазақстан КПЛ-дің. Өте сирек кездесетін құбылыс та ол Қазақстан футболына фанат болу деген. Мен сонау 97 жылдан бері Қазақстан футболының фанатымын. Орда басын. Ол кезде Жігер деген болды Шымкентте, сосын Синтез, Томирис, Достық деген клубтар болды. 2003 жылдан бастап Орда басы. Сол мектеп оқып жүрген кезде, ол кезде Қазақстан телеарналарында футбол көрсете бермейді. Одан қалса бізде Қазақстан телеарналары да көрсете бермейді. Мен бүкіл өзіміздің Қазығұрт ауданы бойынша Спорт КС деген газет болатын. Соны аудан бойынша жалғыз мен жаздырып алғам. Аудан Шымкентте көп қой енді, бірақ біздің ауданға бір ғана экземпляр келеді мен үшін. Соны оқып отырып, футболды мен былайша айтқанда Қазақстан футболын текстовый версияда бастадым ғой, оқып. Мынандай ойнапты ғой, бүйтіп суреттеп жазады ғой енді. Осылай болыпты, голды былай салды деп, елестетіп, ойыншылардың бәрін танитын едім. Кәдімгідей составтар шығады сезонның басында. Мысалы үшін сезон әр клубтың состав шығады 25-30 ойыншыдан тұратын. Соларға мен өзім статистика жүргізетінмін. Мынау ойнады, плюс мынау ойнаған жоқ, мынау желтый карточка, красный карточка, пенальтиден салды, гол салды, мынанша гол салды. Өзім үшін статистика жүргізіп отыратынмын. И андай білім енді бір жерге керек қой. Бала кезде мектеп оқып жүрген кезде мүмкін комментатор болатын шығармын деп ойлайтын. Өйткені бүкіл схеманы білем, кімнің статистиканың бәрін білем ғой, былайша айтқанда. Бірақ жеме-жемге келген кезде басқа жаққа кетіп қалдым ғой. Бірақ қазір көресіз ба?
Ордабасының жанкүйері. Ордабасының жанкүйерімін. Кезінде оны осыдан 7-8 жыл бұрын выездной матч дейміз ғой, сондайларға барып тұратын. Қарағандыға, Астана тұрғанда Алматыға, Алматыда тұрғанда Астанаға барып, Шымкенттегі ойындарға барып тұратынмын. Қазір сәл бәсеңдеп қалды фанаттығым, өйткені клубтың басшылығындағы кейбір адамдардың жүргізген саясаты ұнамағандықтан онша бұрынғыдай не жоқ, қатты желание жоқ, бірақ бақылап отырам, көрем, қуанам, жеңіске жетіп жатса, жеңіліп қалса ашуланам. Фанатпын дейсіз ғой. Иә. Ордабасы тарихындағы топ 3 футболист. Легионер емес. Легионер емес, Ордабасы тарихындағы топ 3 футболист. Таңат Нөсербаев, Азат Нұрғалиев, Санат Жұмахановты да қосуға болады. Енді мен ол ойыншылардың бәрі менімен қатарлас, жасымыз, құрдаспыз десек те болады. Олардың былай алғашқы ойындарынан бастап көре бастадым да. Сондықтан қазір есіме түсіп тұрған сол 3 ойыншы. Жақсы. Өзіңіз жайлы. Қайдансыз? Өзіңіз жайлы. Жақсы. Мен Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Тұрбат ауылы деген жердемін. Менің ауылым Шымкент қаласына қарағанда Ташкентке жақынырақ. Өзбекстанмен шекаралас. Қатты шекаралас деп айтуға болады. Тау арқылы шекаралас. Ортада тау тұр, мына жағы Өзбекстан, мына жағы Қырғызстан. Былай Сарыағаш, Жетісай сияқты Өзбекстанмен былай қатарласып жатқан жоқпыз. Бірақ бала кезден Өзбекстан телеканалдарын көріп өстім. Иә, Хамид Ердеханмен болған подкастты көрдім. Өзбекше комментаторлар. Негізі шын айтқанда маған Хамид Ердехан сол жайлы көп айтатын. Біз екеуміз отыра қалсақ футбол жайлы сөйлескенде міндетті түрде сен көріп жүрген Қазақстан комментаторлар ондай деңгейде емес, Өзбекстан деңгейінде деген секілді. Шынымен сондай ма еді? Негізі мен өзіміздің комментаторларды жамандағым келмейді, өйткені арасында достарым көп. Мен не себепті ондай ол деңгей нашар демеймін, орташа екенін білем, себебін білем. Бізде комментаторлық мектеп жоқ. Мектеп жоқ, яғни ұрпақтан ұрпаққа былай бір-біріне мұра болып қалып келе жатқан үлкен кісілер оларға үйретіп, содан бір қалыптасқан бір мектеп жоқ та. Самоучкалар, энтузиасттар, яғни комментаторларға өте аз ақша төленеді, соған қарамай олар қызығушылығы болғандықтан ғана сол іспен айналысып жүр. Негізгі жұмыстары басқа. Ал Өзбекстанда неге керемет? Өзбекстанда Совет одағы кезінен бері сондай комментаторлар мектебі бар. Аброр Имамходжаев деген кісі болған, жаңа біз Хамид екеуміз айтқан Мырзахаким Тоқтамырзаев, үлкен кісілер. Солар кәдімгідей сол салаға деген жастардың қызығушылығын оятты, және мысалы үшін Абрар Имамходжаевтың өзінің баласы сосын комментатор болды, інісі деген сияқты солай кете береді. Династия. Иә, династия сондай қалыптасқан. Жалпы мынау медиа жағынан негізі Өзбекстан осыдан 20 жыл бұрын бізді басып озып кеткен еді. Қатты озып кеткен, өйткені кезінде Ұлы Отан соғысы кезінде Москвадағы көптеген кинокомпаниялар, киностудиялар Ташкентке көшірілген. Жаңағыдай орталықтан алыстау жерде болсын, тыныш жерде болсын деп солай ауыстырылғанда, сондықтан сондай киноиндустрия, телевидение жағы дамып кеткен. Дамып кетті, ол жаңағыдай неше түрлі талантты жандардың дүниеге келуіне, солардың қалыптасуына себеп болған. Сосын тағы да бір себеп, мысалы үшін неге Өзбекстанда жаңағыдай комментаторлар бақты. Негізі, мысалы үшін Инстаграмда, Ютубта араб тіліндегі болмаса испан тіліндегі комментаторларды көрген болсаң, эмоцияға бай да, кәдімгідей әр сәтін бір ерекше бір ыждахаттылықпен, бір құштарлықпен айтып жатады. Өйткені бір жағынан оларда конкуренция бар комментаторлыққа деген. Ал бізде қалай? Бізде жаңағыдай комментаторлық конкурс жариялайды ғой. 10 адам келеді, былайша айтқанда сол 10 адамның бәрі өтіп кетеді деуге болады да. Өйткені қатты бір конкуренция жоқ. Егер 1000 адам келіп конкурсқа қатысуға, соның ішінен 10-ы іріктеліп алса, ол шынымен мыналар нағыз
10 мықты комментатор деп айта аласың да. Ал келген адамның бәрі былайша айтқанда өтіп кетеді. Сосын бәрібір бізде жаңағыдай ішкі нелер көп, фильтрлер көп. Жаңағыдай қатты эмоциямды көрсетіп қойсам, не дейді дейтінше. Содан кейін содан кейін тағы бір. Одан кейін бағана айтқандай фишка жоқ бізде комментаторларда, яғни мысалы жаңағыдай Россияда айтсам, бір кейбір комментаторлар мысалмен күш жеткізеді. Жаңа Мырзахаким Тоқта Мырзаев, иә. Вот сол маған Хамит Ердехан айтқан болатын, байқұс шойыр деген әлі есімде қалып қалған. Сағыз шайнап тұр ғой. Типа сағызды жалқы. Бізде екі сөзбен, үш сөзбен жеткізеді да, ұзақ қып. Ана жақта деген бүткіл эмоцияны, футболда отқан эмоция бір сөзбен жеткізе салады. Ол бізде тек қана комментаторлықта емес, жалпы мына телевидениедағы тележүргізушілердің арасында бар кемшілік демей-ақ қояйын, сондай бір ерекшелік. Біз ойлаймыз, егер экранға шықсам, осындай камераның алдында сөйлеп тұрсам, міндетті түрде әдеби сөйлеуім керек деген ой қалыптасып қалғанда, сондай пікір қалыптасып қалған. И кадр алдында тұрған, камера алдында тұрған адамның бәрі сондай бір өзінің тіл байлығын көрсетіп қалғысы келеді. Комментаторлықта, тележүргізушілікте ол талап етілмейді. Сен дер уақытында дәлме-дәл бір екі ауыз сөзбен, үш ауыз сөзбен жеткізіп үлгеруің керек та. Өйткені момент өтіп кетеді. Бізде жаңағыдай әдебилікке кетіп қалады, бұрып кетіп қалады. Бірақ енді фишка жоқ деп айтуға болмайды. Мысалы үшін Ермұхамед Мәулен, ол жаңағыдай мақал-мәтелдермен, сондай өзінің әзілдерімен ерекшеленеді. Мен өзім Нұржан Еркінұлы досым. Ол более Евроспорттың сондай европалық стильде оның жүргізуі. Жаңағыдай артық сөздер айтпайды, бірақ подачасы, терминдерді қолдану. Даусымен еске қалып. Даусымен сондай европалық комментаторларға көбірек жақындау. Сондай ерекшеліктері бар. Бізде енді біздің бала кезде бәріміздің ойымызға тек қана Амангел Сейітхан келеді. Бірақ енді ол кісі сол өз дәуірінде сондай мықты комментатор болды да. Соңғы рет осы Украина, Қазақстан. Одан басқа өзде комментатор болған жоқ. Қазіргі ситуацияда Амангел Сейітхан сияқты комментаторлар қатты қажет деп айта алмаймын. Өйткені қазір ол кісі өше айтыскер ақын ғой, сол кезде керек болды. Айтыстың элементтерін пайдалану, сол ұйқастар, сол кезде талап етілді, керек болды. Өйткені әлі комментаторлар мектебі ондай болған жоқ қой. Сондықтан менің ойым сондай. Өзбекстанда ол бірнеше династия болып жалғасып келе жатқандықтан, ондай комментаторлық мектеп болғандықтан, себебі сол конкуренция бар жерде сапа болады. Жақсы. Балалық шақ жайлы қайда өтті, қалай өтті, несімен есте қалды? Ауылда, жаңа Тұрбат ауылында мен негізі бір 7-8 классқа дейін ауылдан ұзап ешқайда шықпағам. Кәдімгідей үйде 3 баламыз, то есть 2 әпкем бар, мен 3-шісімін, жалғыз ұлмын. Сондықтан сол үйдің айналасында футбол ойнаймын, достармен ойнаймын, үйге келем, сабағымды орындаймын. Бұл қатты бір ерекше бір дүние болған жоқ. 8 класста жаңа бізде Таусамалы деген лагерь бар, дарынды оқушыларға арналған, үздік оқушыларға арналған. Әр 90 сайын үздік болған оқушыларды жібереді. 8 класста сол жаққа бардым. Бірінші рет өз ауылымның территориясынан шықтым десем болады. Ауданның территориясынан. Сол өтті. Алматыға бірінші рет келгенде қандай әсер алдыңыз? 2007 жылы КВН ойнап жүрген кезде қазақша КВН мен сөз түймесін КВН командасы АХБК-да өтетін еді ғой. Сатысында. Сәуір айы болатын. Как раз 2007 жылдың. Келдім, қатты ұнады маған сол кезде. Осындай қала бар ма деп. Автобуспен келетінбіз ғой кезде. Таң ата бүйтіп қалаға кіріп келесің автобуспен. Мүлдем ерекше сезімдер болды, ерекше әсер болды. И мен сол кезде өзіме мақсат қойып кеткем, мен универ бітірген соң Алматыға келем. Осында келіп жұмыс істеймін деп. Қазір Алматыда жұмыс жасап жүрсіз? Иә. Алматыда
былай болды жалпы. Алматыға алдында КВМ-мен келіп жүрдік қой. Бірақ менің жалпы Шымкенттен шығуым бірінші Астана, Алматыға Астана арқылы келдім. 2009 жылы әке-шешем ультиматум қойды. Сен не ауылда мектепте мұғалім боласың, не Астанаға барып нормальный жұмыс істейсің деді. Нормальный. Иә. Ну, мына айналысып жүргенің болмайды деді да. Біз өзі жаңағыдай өзіміздің местный телеканалда передачамыз болды, радиода істедік. Былайша айтқанда КВМ ойнап жүрміз, қуып жүрміз ғой енді әке-шешеміздің көзінше ше. Бірақ өзімізге ұнайтын. Сосын мына жұмыс болмайды, табысы көңілден шықпайды. Давай сен или ауылға мектепке мұғалім болып көресің, не Астанаға нормаль жұмысқа тұрасың деп. Сосын енді мен ауылда қалып кетпеу керек қой. Әрине Астана дедім. Сосын бір күнде заттарым жинадым да, бүкіл жаңа айналысып жүрген жұмысын бәрін қалдырып, ерекше қимастықпен Астанаға кеттім. Бірақ Астанада мен ойлағандай болмай шықты. Дайын тұрған жұмыс жоқ. Жаңағыдай мемлекеттік жұмысқа да тест тапсырдым. Өз мамандығым бойынша да жаңа кеше Ағарыспен болған подкастта айттым. 100 жерге резюме тастап шыққам. Бір айдың ішінде. Кәдімгідей распечатка шығарып алғам. Кірем осындай жерге, міне резюме. Мен осындай жұмыс іздеп жүрмін. Жарайды. Біреу хабарласқан жоқ. Хабарласты, бірақ мен енді ең қызығы хабарласқан Бразилияның елшілігінен хабарласты. Мен енді мамандығым ағылшын және түрік тілдерінің аудармашысы. Енді ана бразилиялық адамның ағылшыншасын түсіну маған өте қиын болды да, произношениесі. Португальский акцент. Иә. Әрең дегенде түсіндім, бірақ мен ол қай кезде звондады, маған хабарласты. Мен сәуір айында, 2009 жылдың сәуір айында Есен ағаның шақыруымен КТК телеарнасына, анда-санда бағдарламасына келетін болып шешкен кезде, жаңа Бразилияның елшілігінен звондап тұр. Сіздің резюмеңіз, жалпы осындай неңіз, біздің талапқа сай келіп тұрды. Мен айттым, кешіресіз, мен уже Алматыға кетіп баратырмын деп. Сөйтіп 2009 жылдың сәуір айының аяғында Алматыға келгем, Астана арқылы. Қалтамда бар жоғы 2000 теңге. Сол 2000 теңгені жолға құртпайым, жаяу жүрем. Бұлай на крайняк деп ұстап жүрген 2000 теңге болды ғой. Вот крайний случайда ғана жұмсаймын деп. Сөйтіп менің ашаршылық жылдарым басталған. 2009 жылдың сәуір айынан бастап бір жылға созылған ашаршылық жылдарым басталды. Не ақша келе бастады? Қандай кәсіп? Табыс па? Иә. Табыс жаңа КТК телеарнасында анда-санда бағдарламасында жұмыс істедік. Хамид екеуміз сол кезде. Жаңағыдай сценаристпіз, өзіміз ойнаймыз. Былайша айтқанда анда-санданың соңғы несі болдық қой? Жұрнағы. Біз оға дейін жаңағыдай неше түрлі жұлдыз КВНщиктер болды ғой. Біз сол проектті жабушы ретінде келіп сонда 2 ай істедік, 2 айдан кейін ол проект жабылды. Сонымен біз жаңағы 2 айлық зарплатамызды алып, Хамид екеуміз жаңағыдай бір орбитада бір комната снимать етіп, сол жерде өзіміздің жайлап бір тірліктерімізді бастадық, бірақ бәрі керемет болған жоқ. КВН командаларын дайындадық, жеке-жеке дайындадық, бірге дайындадық дегендей. Мынау тек қана қыздар бар ғой. Мерекелер. Иә, солардың біз сол команданың ең басында тұрғандардың біріміз. Мен енді одан кейін кетіп қалдым. Хамид ары қарай айналысты ғой. Алматы филиалының редакторы болдық. Местный. Сосын 2009-дың аяғында Мәссаған бағдарламасы болды ғой КТК-да. Содан маған шақырту келді. Бас продакшн түсіп жүргенде. Ол кезде бас продакшн емес еді. Ең алғашқы Мәссаған. Мүмкін сол команда ғой, бірақ бас продакшн деген атауы болған жоқ, қателеспесем. Бірақ сол Марат, Кеша деген сияқты. Әділет Жұмабек. Сөйтіп сол жердегі мен алдандым Айдары бар ғой, соның сценарист ретінде жұмысқа кірдім. Сөйтіп сол кезде біраз розыгрыштардың шығуына, ойлап табылуына себепшілердің бірі болдым. Ең топ розыгрышты айта аласыз ба? Просмотр көп жинаған, бәрі білетін, сіз жазған. Так,
мен жазған от үйдо деп айтпай қояйын, мен авторларының бірі болған розыгрыштар Нұрлан Еспановтың көлігін ұрлап кету. Көрдің бе оны? Яғни өзінің інісі хабарласады, осындай интервьюге шақырамыз, қалай? Интервьюге шақырамыз, інісі әкеледі ғой әдетте Нұрлан Еспановты. Сол интервью болып жатқан кезде енді кәдімгідей камера түсіріп тұр ғой, видео бәрі түсіріп жатыр. Інісі звондайды, осындай, мен РУ-ға кетіп бара жатырмын, срочно кел, машинаны ұрлап кетті дейді. Түсінбейді, қалай. Не істеймін деп тұрмын. Біз андай подсказка беріп қоямыз ғой бүйтіп. Сіздердің сценарийларыңызға өздеріңіз қалып тұрсыз жолға. Такси ұстайсылайықта дейміз да. Сөйтіп подставной 3 машина болады. Өйткені бірден ана машина келсет, палева ғой. Бір машина келеді, келіспейді, ол біздің машина. Екінші машина келеді, келіспейді, біздің машина. Үшінші өзінің машинасы келеді, номерін алып тастағанбыз, кейбір ана узнавашка заттарын алып тастағанбыз. Сонымен ол кісі түсінбей тұрады да, бүйтіп отырады да, тура мен машинам сияқты екен ғой деп. За рулем біздің адам. Ол деді, мен жезден машинасыз, мен таксовать-етуге сұрап аламын. Анау бар ойы, не. Сосын, сол енді Нұрлан Еспановтың реально былай эмоциясын шығарған. Сосын түскеннен кейін де ол Маратпен кеше келе жатыр ғой, деп кезде ол алдынан шық, ұста деп сол айтып жатқан жері бар да. Өйткені ол ойлап тұр ғой маған ана жігітті ұстап алу керек деп. Сондай сол. Сосын Рамазан Снамғазиев пен Мақсат Базарбаевты фейковый беташарға шақырғанбыз. Бет ашқан кезде кеш отырады. И біз ана жерде Олдың бетін ашты ма? Иә, жоқ, кәдімгі беташар деп шақырасың ғой. Осы Қаскелең ба, сол жақта түсірдік. Еще фальшивый ақшалар тастаймыз ғой. Олар ойлап отыр, кесу бойынша беташ табақты өздері алып кетеді. Иә. Негіз гонорар деп қоймаған, біз айттық, жоқ, табақсыздыққа деп. Табақта қандай ақшалар десейші, евро, доллар, сондайлар, ана көзі, көрсеңдер болады, білмеймін, ютубта бар ма жоқ па, бірақ кәдімгідей көздері бүйтіп алаңдап, ал кетпесе екен деп. Желдетіп үш кетпесе екен деп тұр ма? Сонымен сондай болды, сол екеуі тіпті андай болды деймін. Біз енді ашат, ар жақта кеша, болды, сіз алдандыңыз деп құттықтап, сонда да андай табақты аласылайын деп сөйтіп айтқандары да болды да. Олар ойлап тұр ғой, ана фальшивка емес, кәдімгі реальный ақша, бірақ сонда да енді түсіп жатырмын ғой, бетті аштым ғой, берсеңдерші деген. Сол. Сосын Әйкерім Қалаубаеваның көлігінің дөңгелегін ұрлау. Сол қазір есіме түсіп тұрған сол үшеуі. Сол розыгрыштарға қатысым болды. Сосын Алишер Каримовтың үйінде вечеринка жасау деген розыгрыш болды. Енді мен ол кезде от үйде жалғыз жазған жоқпын, бірнеше автор болды. Сол автор құрамда болдым. 2009 жылдың қазан, қараша, желтоқсан айларында. Қазір басты табыс көзі? Сценарий, телеарналарға жобалар жасау, яғни тек қана сценарийін жазып қоймай, түгелдей продакшнға алу, жасау. Сол. Жайдарман жайлы. Жайдарман, қазір көресіз бе? Жібермей, өткізбей, полный ойынды қарайын деп айта алмаймын. Барлығы сияқты сол нарезкаларын немесе белгілі бір командалардың сәлемдесуін, үй тапсырмасын деген сияқты. Жайдарманда ойнап та көрдіңіз, жюрида да болдыңыз, одан кейін күнделігінде үздік әзілдер жаңағы жайдарманшылармен сұхбатта болды. Енді барлық қырынан билет сатпаған шығарсыз, или билет саттыңыз? Билетті сатқан кезінде, сосын жайдарманда жаңағыдай креативный редактор деген қызметтерді атқарған. Жайдарманның ең күшті кездері шығар, сол мен ұлттық арнаға өткен кезде, есімде болды. Енді мен жалпы менің осы салаға бет бұруыма басты себепкер ол Есен аға, Есенел Өкен. Жаңағыдай универде уже 3-4 курста оқып жүрген кезде не істейсің, мынандай ұсыныстар бар, жаңағыдай Қазақстан Шымкент телеарнасында юмористический программа жаса командаңмен. Сосын Юмокс радиосында утренний передача жүргіз деп ұсыныс тастап, сонымен бізді жаңағыдай басы қасында жүріп,
бізді сол нәрсеге итермелеген, себепші болған жан. Содан кейін мен ол кісімен кәдімгідей аға іні сияқты өте жақсы қарым-қатынастамыз да. Содан кейін көптеген сондай істерінде жанында жүрдім, көмекші болдым, жаңағыдай өзімнің творчестволық идеяларымды айтып жүрдім. Енді күнде мен негізі 2 жұлдыз деген бағдарлама болған 2009-2010 жылдары. КТК-да, иә? Жоқ, Қазақстан телеарнасында алғаш рет 2 жұлдыз бағдарламасы эфирге шыққан кез, сол кезде мен сол бағдарламада редактор болып жүріп, күнделіктерін жүргізгем. Сосын оның күнделіктерін көргеннен кейін, енді бір арна ғой, жайдарманның да күнделіктерін жүргіз деген ұсыныс түсті. Содан кейін мен де өзім білем, ол жақтың кухнясын білем, бәрін білген соң, давайте деп келісіп, сонымен түсірдік. Есен аға 3 сөзбен. Менің осы салаға бет бұруыма себепші болған жан, ақылшы, үнемі ақыл кеңес сұрап жүрем. Бір-бірімізден, қазір бұрын мен ғана сұрайтынмын, қазір бір-бірімізден ақыл кеңес сұраймыз. Ол кісі хабарласып айтады маған, сенің ақылың керек деп. Сосын өз ісін сүйетін жан деп айтуға болады. Жайдарман тарихындағы топ 3 команда. Осындай сұрақ қоятын шығар деп ойладым. Мен өзім ойнаған кездегі командаларды айтайын, ең дұрысы. Солай дұрыс болатын шығар. Қызылорда, Қанат Әлжапаров, Саид, Бақалек, сосын Жұмыр, Хамид. Жұмырмен біз андай өте біраз уақыт қарсылас болғанбыз. И біз ойнаған кезде біз жарайсыңдар жігіттермен былайша айтқанда өте бір-біріне жау командалар дейді ғой. Бір қаладан болғанда бір өңірден деп айтуға болады. И үнемі біз жаңағыдай жарайсыңдар жігіттердің алдын кесіп кете беретінбіз да. Сосын сол 3 команда. Тағы егер болса команда. Енді көп құл сарынды айтуға болады. Сол кездегі Шымқаланы айтуға болады. Тоже біз бір, мысалы көрші оқу орындары бір-бірімізді кәдімгідей бізге айтатын, біздің университеттің басшылығы айтатын, бірінші орын алмай қойсаңдар, алмай қойыңдар, бірақ Шымқаладан артында тұрып қалмау керек. Сондай командалар болды. Ол кезде мен енді бәрі бізде көбісі айтады ғой, сол кез дұрыс еді деп. Жоқ, ол кезде мойындау керек қой. Кейбір моменттері, сәттері жақсы болған шығар, мықты болған шығар, актерлық жағынан ше, бірақ жалпылай алған кезде әзіл құрылымы, әзілді жеткізу формасынан кейінгі мынау 11-12 жылдар, 13, 14, 15, 16 соңғы кездерге дейін күшті деп айтуға болады. Ең жаңағы жарайсыңдар жігіттерге қатысты. Бізде енді алғашқы құрамда жаңа Ералашта болды, Шапағат, бәрі болды ғой. Сөйтіп жүріп біз 2007 жылы жарайсыңдар жігіттерді ұтып кеттік. Чемпион болдық. Сөйтіп 2008-де екеумізде жоғары лигаға келеміз, бірақ біз уже жас құрам, яғни тек қана біз өзіміз жаңағыдай жұлдыздарымыз жоқ. Сөйтеді да кеша вот енді мен сендерді көрсетем дейді ғой, бірақ по-моему екеумізде бірінші орын алып қалдық группада. Бірақ сол жылы кешалар чемпион болды. Бізге былайша айтқанда негізі тәжірибе жетпей қалды деп айтуға болады. Жоғары лигада чемпион болуға. Бірақ премьер лиганың 2 дүркін чемпионымыз 2007-2009 жылдары Сөзсінбесін командасы. YouTube желі. YouTube'тың бастамасында, қазақ контенттің бастамасында Wi-Fi 25 деген бағдарлама болған. Біздің 5500 көрерменнің қалың көпшілігі, шамамен 17 адам клиптің басты қателігін байқаған болар. Енді ол кәдімгі шулатты, резонанс тудырды, көптеген плагиат әндердің плагиат екенін білдік, көптеген клиптарға обзор жасалды. Российский Max плюс 100-500 ғой негізі. Негізі біз ол жігіттен қараған жоқпыз. Негізі Америкада Рэй Уильям Джонсон деген осы жанрдың негізін қалаған адам. Сол жігіттен көргенбіз. Сөйтіп біз оған твиттерде хат жаздық. Біз Қазақстаннанбыз, осындай жасағымыз келеді. Сізден типа рұқсат сұрайтын ештеңесі жоқ деді. Мен де бұны біреуден көргем, бірақ ол
жаңағыдай негізін қалаған басқа адам деді. Бірақ оныкі өтпей қалды да, яғни популярный болмай қалды да, оны мен қайталағанда еді, мен содан көріп өзімше жасап көріп едім, менікі өтіп кетті, мен популярный болып кеттім деді. Так что оған қысылатын ештеңе жоқ, жасай беріңдер деді. Батамды бердім. Иә, енді қара, біз ойланып жүрдік қой сонда да ше. Сөйтіп зерттедік. Сол кезде білдік, жаңағыда Россияда Макс плюс 500 бар екен, сөйтіп даже Қырғызстанда бар екен да. Сол кезде. Сосын бөліп отырдық, енді Россиядан шығып жатыр, Қырғызстанда шығып жатыр, неге біз жасамаймыз? Бірақ енді ол жоба бірден YouTube жоба болған жоқ. Біз 2011 жылы бір жыл бойы осы жобаны қағаз түсіріп, концепциясын жазып, телеканалдарға кіріп жүрдік. Өзіміз бәріміз телевидениеде істейміз ол кезде, редактор біреу, ведущий деген сияқтышы. Енді жасағымыз келді, біз ойладық қой, енді біз бәріміз телевидение істеген соң өзіміздің бір жобамыз болу керек деген сияқты. Яғни Wi-Fi 25-тің негізгі костягы сөз түймесінің КВН командасы, тек Нұржан Еркінұлы қосылды. Әр КВН команданың арманы ғой өзінің теле жобасы болғанын қалайды. Сол мақсатта біз телеарналарға кіріп жүрдік. Осындай жоба бар. Бәрі мынандай біз істей алмаймыз. Біраз бұл айтқанда сөз көп болды. Бір жыл бойы әлі YouTube дегенді ойлап жүрген жоқпыз ғой, білмейміз. Сөйтіп 2012-нің басында КТК телеарнасы келісті. Жаңағыда названиясы бәрі атау шығып қойған, Wi-Fi 25 деп бір жыл бойы шығарып қойғанбыз ғой. О деді. Бірақ біз телеарналарға ұсынған нұсқамыз студийный болды. Қазіргі мысалы үшін ЧБД дейсің ба, прожарка дейсің ба, сондай форматта болады. Яғни біз студияда көрерменмен отырып, экраннан видеоларды көрсетіп тұрып, солай обзор жасаймыз деп. 13 злобных зрителей сияқты бірдеңе көрсем, солармен примерно, бірақ бәрі әзілге құралған. Сөйтіп 2012-нің басында КТК телеарнасы келісті, болды, жасаймыз деді. Алғашқы 2 бағдарламаның сценарийін жаздық. Сонымен олар айтады, енді қара, біз қаңтар айында келіссек, олар айтады, күзге дайындалайық дейді. Яғни 9 айдан кейін 2012-нің күзінде. Біз бүйтіп ойланып қалдық та, сосын кездесуден шықтық та, не істейміз, күтеміз ба? Қой, и так бір жыл күттік қой. Сөйтіп Нұржан айтты, давай YouTube-қа өзіміз түсіріп сала берейік. Біз YouTube, кім көреді YouTube-та? Жоқ, түсіріп сала берейік деді. Сонымен енді неге түсіреміз? Өзімізде ешқандай техника жоқ. Сөйтіп жайлап Әбіл деген жігіттің інісі фотоаппарат алып берді. Өзіміз кредит алып, компьютер алдық. Монтаж, сөйтіп та тағы бір Нұржанның қайнағасының офисі бар еді. Сол жерге барып, алғашқы выпуск түсірдік. Сөйтіп түсіріп көрдік, монтаждадық, салдық. И бір жарым сағатта 1000-2000 просмотр жинады да, кетті. Звоноктар, Фейсбукта жазу, жан-жақтан шетелдегі қазақтар жаза бастады. Сендер мынандай күшті екен, осындай. Боқтық сөздермен қалай бар, солай айттық. Біздің ең бірінші өзіміздің лозунгымыз болды, ұранымыз. Кімнің кім екенін айтамыз деп ше. Сондай немен бастадық. Бір жарым жылға созылған, 1,5-2 жылға созылған сондай жоба болды. Сол кезде YouTube ақша берді ма? Жоқ, YouTube-тан емес, біз табыс таптық сол кезде. Бірақ жаңағыдай не дейді, әріптестік байланыс үшін кейбір мынау біздің видеомызда кейбір ақпараттық сайттар болды ғой, неше түрлі сол кезде. Ол кезде сондай енді сайт деген IT енді келіп жатқан кез ғой. Жаңалықтарды сайт арқылы оқу деген енді қалыптасып келе жатқан кезде, сол жақтағы сол сайтты жасайтын бірнеше сайттың адамдары айтты, біз соны сендердің каналдарыңда тұра алып, бірақ біз плеерін өзімізге қояйықшы, типа біздің сайттан шығып жатыр деген сияқтышы. Сонымен соларға келісім келіп, бір 3-4 выпуск сатылды. Соларға сатылғанда әріптестік байланыс жасадық. Бір выпускқа сол кездің курсы бойынша $1000 алдық. Ол негізі өте жақсы ақша болды. Бірақ енді біздің Wi-Fi 25-тің тоқтап қалуына себептердің бірі, біз сол кезде сол ақшаны қалай жаратуды білмегендіктен. Яғни кейін ойлана келе
кейін ойлаймын, негізі сол кезде ұсыныс тасталды, бірақ әркімнің өзінің тұрмыстық проблемалары бар ғой. Ақша керек болды. Біз андай ой болған, жоспар болған, сол түскен ақшаны өз жобаның өзіне салу. Яғни дұрыс камера алу, дұрыс студияға түсіру деген сияқты. Олай жасай алмадық. Әркім өзінің керегіме жаңағы кредитін төлеймін, квартирам төлеймін деп алған соң, солай уақыт өте келе андай табыс әкелмейтін жоба тоқтайды. Сосын біз НТК телеарнасымен бірлесіп жұмыс жасадық. Олардан ұсыныс түсті, осы Wi-Fi 25-те біздің каналға арнап түсірсеңдер. Сонымен олармен где-то тоже бір 10-15 бағдарламаны жасадық та, сонымен тоқтады жоба. Негізі біз андай менің өзімнің жоспарым бойынша біз сәл формасын өзгертіп, сол 4 жігіт, бірақ уже есейген 4 жігіт, уже менен басқалар үйленген, бала шағасы бар деген сияқты. Сондай форматтағы бір формада жасағымыз келді. Wi-Fi 25 деген атпен. Бірақ Астанаға көшіп кеттім, сосын өзімен бірге тағы бір-екі жігітті алып кеттім. Сонымен жоба 2 қалаға кетіп қалды да, басында бір-бірімізге барып түсіп жүрдік та, сосын қиын туғызды. Сонымен уақыт өтіп кеткен кейін қайттан қолға алғымыз келмей қалды. Бірақ қанша адамдар айтқандар болды, негізі істесеңдер болар еді. Ол бастапқы кездегідей болмайды. Алғашқы, өйткені біз ол жобаны бастаған кезде бұл жоба арқылы табыс табамыз деген ой болған жоқ. Чисто өзіміз үшін, өз кайфымыз үшін телевидениеде айтқыза бермейтін әзілдерді айтқымыз келіп бастаған едік. Кейін ол уақыт өте келе табыс әкеле бастады, бірде табыс бар, бірде табыс жоқ. Сосын жаңағыдай біздің өзіміздің приоритетіміз де өзгерді. Жаңа балалар отбасылы болғаннан кейін жаңағыдай көбірек табыста болу керек. Мынандай табыс әкелмейтін жобаға уақыт жұмсау ол дұрыс емес деген сияқты. Сонымен бірте қызу басылды. YouTube'да бүткіл нәрсені өзіңіз істейсіз ба? Монтажды, барлығын? Так, түсіруге көмектесетін адам бар. Тақырып анау-мынау не айтам бәрін өзім, монтажды өзім. YouTube'ға өзім салам. Обложкасын өзім жасайым. Описаниесін өзім жасайым. Таймкодын өзім жасайым. Қазір YouTube'да кімдерді көресіз? Қазір YouTube'да көретіндерім. Соңғы кезде көріп жүргенім, Қуаныш Шобай каналындағы 4 түгел болса, барлық выпускын демей қойын, кейбір выпусктарын қарап жүрмін. Сосын жалпы айта берейін, тек қана қазақ тіліндегі емес, сол әдеттегідей, сол ЧБТ, сол дуть. Сенің каналыңа мен танитын адамдар шығып қалса көрем. Секамен көрдім, Жақамен көрдім, Есентаймен көрдім, Марат Оралғазимен көрдім. Есенелеген? Оксмен көрдім, Сосын жаңағыдай өзім достарым каналдары бар, Нұрсұлтан Құрманның каналы бар, Нұржан Еркінұлының YouTube каналы бар. Сол жобаларды қарап жүрем. Тағы қандай қарайым. Нұрге, басыңыз бос. Адаммен танысқанда ең бірінші неге мән бересіз? Сауатына. Қаншалықты ол адам сауатты. Жазғанда да, сөйлескенде де. Мүмкін енді сол үшін де шығар, жаңағыдай әлі күнге шейін бойдақ болып жүргім деп па. Енді басты себеп емес, жаңа сөйлескенде сол нәрселер бірден көзге түсіп қалса, маған ұнамай қалады. Сіз үшін сіздің жарыңыз болашақ сізден ақылды болу керек па? Мен былай айтам, менің әйелім менен ақылды, менен ұзын, менен әдемі болу керек. Сәлем социал медиа желі. Жұмыс жасадыңыз? Қалай кірдіңіз, қалай шықтыңыз? Негізі менің әңгімелерім ол кісілерге ұнамайды. Яғни сәлемнен кеткеннен кейін сәлемге қатысты қандай бір әңгіме айтсам, ол кісілер деп бірден ұнатпай шыға келеді, неге өйтіп айттың деген сияқты. Кіргенде шақырту келді, мен сол кезде как раз жаңағыда хайптама мені деп влог түсіріп жүрген кезім. Влогтарымның әр выпускі бір 700-800 мың просмотр жинап жатқан кезде олар көріп,
давай бірге жұмыс жасайық деп бірлесіп 2018-дің тамыз айынан бастап жұмысқа кірдім. Жаңағыда пайымдау, айтыс онлайн деген сияқты жобалар жасадым. Стендап, орысша стендапта шықтым, выступать еттім. Сөйтіп, ең алғашқы келіспеушілік жаңа пайымдау жобасында Кана Бейсекеев қонаққа келген кезде сондай бір түсініспеушілік болып қалды. Яғни айтуға тиіс емес сөздер айтылды деген айыптау болды біздің тарапымызға. Біз айттық, ол жерде аса бір қатты ондай бір не емес, қатты бір одан шошитындай. Тем более біз оны андай былайша подтекстпен айттық та, түсінетін адамдар ғана түсінеді. И ол негізі ол сол цензура ма? Цензура, ол кісілердің ойынша цензура, біздің ойымызша жоқ, цензура емес өйткені. Бірақ ол YouTube-ға шығып кетті ғой. YouTube-ға шығып кетті, сосын олар көрмеді ма оны, редактировать еткен жоқ па? Негізі енді сол редактировать еткен адамдардың ойынша ол жерде аса бір қатты ондай цензурный ештеңе айтылмады. Бірақ жоғарыдағы басшылардың ойынша айтылды, ойбай деген әңгімелер болды. Соны біз келіспедік, біраз сондай конфликтный ситуация туындап қалды. И содан кейін мен сол кезде түсіндім. Демек, жалпы мен бір жерге бүйтіп ұстап тұрмаймын. Яғни мен үшін жұмыстан шығып қалу, шығып кету қорқынышты емес. Мен жұмыс таба алмай қалам деп қорққан емеспін ешқашан. Яғни осы уақытқа дейін барлық жерден, бір жерден басқа жердің барлық жерінен өз еркімен жұмыстан шығам. Қанша жерден жақсы жалақы болсын, табысым жақсы болсын, бәрі керемет болса да, егер маған ол жерде дискомфорт болса, мен ол жерден шығып кете саламын. Сондықтан мен түсіндім, кету керек. Бірақ енді бірден кете салуға болмайды. Мойнымда жаңа жауапкершілікте 1-2 жоба болды да, сол жобалар үшін ғана бір тағы 2 ай сол жерде жүрдім. Өйткені ана жобаларды соңына дейін жеткізіп тастау керек болды. Сөйтіп, бірақ қоштасқанда жақсы қоштасып кеттік. Давай, все, сәттілік деген сияқты. Бірақ енді жаңа пайымдау подкастына қатысты сондай кикілжің сәл көңілге кірбің ұялатады дейді ғой сәл. Канал сол жерде қалды ма? Я, ол өзі Сәлем Social Media, Каз Сәлем Social Media деген канал болды ғой. Біз ол каналмен барған жоқпыз да. Өзі сол жоба аясында ашылған канал. Каналды сатып алам деген ұсыныс болды ма? Сіздің өзіңіздің каналыңыз ең басында? Басында болған. Бірақ тоже жаңағыдай условиялар маған тура келмеді. Өйткені мен жалпы өзімді біреу редактировать еткенін онша ұнатпаймын. Яғни мен мына жобаны қалай көріп тұрмын, влогты немесе солай шыққаны дұрыс деп есептеймін да. Сондықтан жаңа влогқа қатысты былай түсіруің керек деген кезде, жақсы, рахмет. Өзім жасай берейін, уақытым болған кезде деп. Солай болған кезім. Бір күнде ең көп неше теңге таптыңыз? Так, негізі неше теңге деп айтылмайды. Қанша деп сұралады болды. Қанша таптың? Осы уақытқа неше еді? Енді бұдан былай қанша болады? Қанша болады, иә. Бір күнде ең көп қанша теңге таптыңыз? Қанша таптың просто, теңгесіз. 3 миллион шығар. 3 миллион. То есть счетыма түскен ақша. Одан кейін оны жаңағыдай командамен бөлістік. Ақшаның көбі қайда құртылады? Соңғы кездері тамақ. Үйден тамақтанбаймын. Таңғы асымда, кешкі асымда сырттан жеймін. Сол Алматыда пәтер жалдап. Иә. Мен соңғы 2 жыл бойы жалғыз тұрдым. 1 жыл пәтер жалдап тұрдым, 1 жыл отельде тұрдым. Сосын қазір осы 1-2 ай болды, жаңағыда бауырларыммен, інілеріммен, достарыммен жалдап тұрып жатырмыз. Өйткені қазір Алматыда необоснованно бағалар көтеріп жүрді. Жалдамалы пәтер болсын, сатып алайын десең де, былайша айтқанда. Ең көп ақша құртқанымды айтайын ба? 2016 жылы 4,5 миллион теңге құрттым. Бір күнде? Неге құрттым деп айтып жатырмын. Ал Астанадан үй алайын деп, жаңағыдай өзім жинаған бар, әке-шешемнің көмектескені бар. Аламда, жаңағыдай мындай новостройка дейміз ғой, жаңадан салынып жатқан үйге барып. Дольщик болып, первоначалкасын құям ғой, 4,5 миллион теңге. 3 айдан кейін стройка тоқтап қалады. И болды.
Ақша қайтарылған жоқ. 500 теңгесін қайтарды, сонымен әлі күнге шейін соттасып жатырмыз. Уже 5 жыл болды. Сот жалғасып жатыр, бірақ нәтиже жоқ. Countech International компаниясы, ЖГ Шығыс, Котлеров деген басшысы, сол кісілерге сәлем. Қаз стендап жайлы. Стендап комиксіз. Стендап оқисыз. Қашаннан бері жалғыз сахнаға шығам деген ой келді? Ой, ол жалғыз сахнаға шығу деген ой КВН ойнап жүрген кезде келетін. Өйткені менде актерлік қабілет нашар. КВН ойнап жүрген кезде мен ойната алмаймын да, мен жалпы КВНдегі карьерам сондай мәтіндік текстік әзілдермен басталған. Біз өзіміз жаңағы халықаралық қазақ-түрік университеті филология факультетінде Өйдөйт деген КВН команда болды. Сол жерде біз енді бәріміз филологпыз ғой, тіл маманымыз, сондықтан сөздермен сондай күлдіретіміз. Сөйтіп жүрдік, енді уже премьер лига, жоғары лигаға келген кезде әлі ол кезде мәтіндік әзіл деген әлі қатты көрермендер қабылдамайтын. Жюридің өзі әрең бүйтіп тыңдайтын. Сол кезде ойлайтын, мүмкін жаңа командаластарында ыңғайсызданады да, мен команданың капитаны болғаннан кейін ыңғайсызданады айтуға, бірақ айтады, ойнағымыз келеді, жаңағыдай қанат сияқты ойнағымыз келеді, Қызылорда сияқты ойнағымыз келеді, андай кривляка ғой былайша айтқанда. А маған ондай ұнамайтын. Мен мәтіндік әзіл шығып тұр ғой, неге соны жеткізбеске. Сонымен тек қана чоста ғана болатын мен. Ары қарай жігіттер өздері ойнайтын. Миниатюралар анау мынау. Сөйтіп ойлап жүрдім да, как раз сол кезде базар жоқ театры құрылып жатты ғой. Сол кезде ойладым, осындай маған керек екен. Бірақ ол жаққа барған жоқпын, бірақ енді ойда жүрді. Шығу керек солай. Бірақ енді жоқ қой, білмейсің ғой, қай жерге барып выступать етем. Сол жүрдім, сол кезде жаңағыдай YouTube деген пайдалы болған кезде, жаңа американский нелерді көріп қалатын видеоларды. Эдди Мерфи бар, Джордж Карлин, қателеспесем иә. Сосын 2012-нің аяғы, 2013-нің басында, по-моему, Россияда басталды стендап на ТНТ. Сол кезде, міне, мен жанрым осы. Иә, осы екен ғой деп. Сонымен, енді білмейсің ғой, ол кезде жаңағыдай оқулығы жоқ, қай жерден біреуден сұрай алмайсың, выступать етіп жүрген жанында адам жоқ. Просто жаза беретінмін, блокнот алып алып, не айтуға болады. Көрген проблемаларын бәрін жаза беретін. Мынаны туралы айтуға болады, мынау туралы айтуға болады. Басынан бірде оқиға соны жазып қойып деген сияқты. Сөйтіп жүрдік та, сосын түнгі студия жобасына сценарист болып кірген кезде мен сол кезде Нұрланға айта бастадым. Нұреке, мына түнгі студия жобасының аясында стендап жасайық. Кім шығады оған дейді. Қазір Ургант шығып жүр ғой, солай Ургантта. Иә, Ургантқа дейін сол 2015 жылдары мен Нұрланға айтатынмын. Сіз шығыңыз, мен шығам, тағы бір екі баланы дәулетті шығарайық деп, жазайық деп бір-бірімізге жазып, шығып тұрайық. Қалай болар екен деп, ол кісі сенген жоқ. Өйткені башқында несі жоқ қой, аналогы жоқ, бір альтернатива. Проверенный материал емес ол. Иә, ол кезде проверка деген нәрсені де білмейміз ғой. Бір жерге жаңағыдай барларға барып, выступать етіп, тексеріп алу материал деген білмейміз ол кезде. Сөйтіп жүрдік та, сол кезде мынау қазақ тіліндегі блогерлер, жазба блогерлер. Негізі блогер деген сол бір платформада өзінің блогы бар адам ғой. Қазір өзгеріп кетті ғой просто. Түсінік өзгеріп кетті. Фейсбукте жазатын блогерлер ұйымдастырды. Қазақша стендап. Бәріміз кірістік сол кезде. ИКадағы Алдияр бар, Күлтегін КВН командасындағы Бұхар деген жігіт, Қасиет деген жігіт, Алмас Тоқабаев, Аршат Ораз, мен. Бәріміз шығып 2016 жылы Астана қаласында алғашқы қазақша стендап жобасын жасадық. Өте сәтті болып, негізі. Енді көрермендер қатты, келген көрермендер жақсы қабылдады, бірақ ютубқа салынған кезде онша түсініспеді. Бізде былай ғой, микрофонмен жалғыз өзің сахнада отырсаң, не сен Тұрсынбектен еліктеп істеп жатсың, не Нұрлан Сабуров сияқты бәрің шығып кеттіңдер ғой деп. Сондай ойлар өте көп айтылды. Яғни олар ойлайды да, біз ұрлап алдық оның бірдеңесін. Жоқ, ол сондай жанр ол. Сен көлік айдап жатыр деп, басқа біреу көлік айдай алмайды деген сөз емес қой. Әркімнің өзіне сай көлігі бар. Сол сияқты стендапта әркімнің өзіне сай жолы болады. Айтатын тақырыптары, проблемалар. Жалпы стендап деген ол трагедия. То есть сенің жеке басыңның трагедиясы, сен соны юмордың призмасы арқылы жеткізесің халыққа. Мысалы үшін өткенде ғана Евгений Чебатковтың «Выходи из комнаты» деген сольный концерт шықты. 3 миллион просмотр жинады.
примерно стендап деген сондай болу керек. Яғни ол өзінің әкесінің түрмеге отырғанын, балалық кезіндегі сол әкесіз өскенін бәрін айтып келіп, әкесі түрмеден шыққан. Былай айтқанда бәрі әзіл. Соңында келді, былай шыққанда көп адамды жылатты. Яғни ол өзінің жеке басындағы проблемасын айтуға қорыққан жоқ, ұялған жоқ. Стендап деген сол. Яғни психотерапия. Сен оны біреуге айта алмауың мүмкін, біреуге айтсаң ол күлуі мүмкін. Сен күлгенде қалай жаңағы сені мазақтап күлуі мүмкін. Ал сен бүкіл көрерменнің алдында өзінің ішкі жан дүниеңді ақтарасың. Стендап деген сол. Сөйтіп жаңағыдай қазақша стендапты бастадық. 2-3 вечеринкадан кейін тоқтап қалдық. Өйткені структура дұрыс болмады ғой. Біз андай проверка емес, без проверка шыға беретінбіз. Сразу ол камераға түсіріліп, видеоға түсіріліп, ютубқа салынатын. Сондай структуралық қателерден кейін ол жалғаспай қалды. Сонымен әні жасаймыз, міне жасаймыз. Мен қайттан түнгі студияда жасағым келді. И ол жалпы стендаптың дамуының бір көрінісі ол индустрия болу керек, яғни қозғалыс болу керек. Стендап деген ол қозғалыс. Жан-жақта өту керек. Ешкім бір-біріне тәуелсіз, біреуден рұқсат сұраудың қажеті жоқ. Біреу ұйымдастыру міндетті емес. Жалғыз өзің бір бармен келісті, барда 1 сағаттық әңгімеңді айтсаң да болады, былайша айтқанда. Сөйтіп 2018 жылы Алматыға қайттан көшіп келген кезде жаңағы орыс тіліндегі стендап болып жатыр екен. Сәлем ұйымдастырған. Мен көрермен ретінде барып жүрдім да, барған сайын жаңа бұрынғы өзімнің іште қалып кеткен арман мақсаттарым ояна бастады. Сосын мен де шыға аламын ғой деп сонымен. Сөйтіп жаңа ұйымдастырып жүрген жігіттерге барып айттым, жігіттер мен де шықсам бола ма дедім. Иә, тағы жақын арада қазақшасын істейміз, сол кезде шығасың ғой деді. Мен айттым, жоқ, орысша шыққым келіп отыр. И күлді олар. Сен орысша, типа осы қайшын орысша сөйлемегенсің. Енді өзара сөйлегенмен былай бүйтіп ашылып сөйлемегенмін ғой. Орысша бір сценарий жазбағансың, қалай ол деген сияқты күлді да. И маған ол керісінше андай толчок болды. Мотивация. Иә, мен сендерге көрсетемін дедім да. Бір 2-3 күн ішінде жазып монологымды жібердім. Олар айтты. Айттым мен, только честно давайте. Если нашар болса, нашар деп айтасыңдар. Ренжімеймін. Жақсы болса, жақсы. Как есть айтыңдар. Сонымен сразу жауап келді. Өте жақсы, давай мына күні проверка болады, кел. Енді жалпы мынау жайдарман ойнап, КВН ойнаған адамдардың стендапқа шыққан кездегі ең негізгі басты қорқынышы бар. Өтпей қалу. Өйткені ол, сен ойлашы, сен артыңда бэкграундыңда толтырда түнгі студияда істегенсің, ана жақта сценарий жазғансың, қаншама жыл КВН ойнағансың. И келесінде сен жалғыз өзің стендапқа шығып өтпей қаласың. Ол өте қатты соққы ол. Былайша көп адам кетіп қалады. Вообще жоламай кетеді. Құрсын стендап деп ше. Онда оқиғаларды көзіміз көрді. Сөйтіп проверкаға шықтым, бір 18 адам сұхбат етіп отыр. И мен шынымен білмей тұрмын ғой енді, орысша бірінші рет жазып тұрмын. И сезбейсің да, өте ме өтпей ме? Қазақшаны айта аласың ғой. Жазба күйінде десем, өтеді деп айта аласың. Орысшада олай айта алмайсың. Айта алмаймын мен, айта алмадым сол кезде. Сөйтіп жаңағыда бір өзімнің 5 минуттық материалым болды. Проверкаға шықтым. Былайша айтқанда жыртып тастадым. Ол мақтаныш емес, ол факт. Өзім күткен жоқпын. И сразу айттым маған, все, осы среда күні съемка болады, концерт болады, соған түсесің деп. Айттым, сразу ма? Сразу, сенде материал жақсы. Сөйтті, сол материалмен барып выступать еттім. Тоже сондай 2 есе эффект болды. Проверкадан да қаттырақ кірді. Сонымен орыс тіліндегі стендап карьерам бірден басталып кетті. Апта сайын выступать ету, жазу, уже разбирать ете бастады, мына өтеді, мына өтпейді деген сияқты. Сөйтіп қазақша стендап басталған кезде мен басқа шаруалармен айналысып жүрдім. Мен алғашқы нелерінде болмадым, концерттерінде. Бірден содан кейін бірден де андай бір бас көз демей кіріп кетуге де аяқтаттым да. Өйткені маған или с нуля жазу керек болды, не орыс тіліндегі материалымды аудару керек болды. Сонымен біраз жүрдім да. Сосын жалпы өзім үшін нақты бір позицияны анықтап алу керек болды. Мен немен айналсам, мен не істеймін? Мен жаңағыда продюсерлікпен айналсам ба, тележобалар жасау, сценарий жазам ба деген сияқты ше. Содан кейін қолымнан келетін не? Сценарий жазу, әзіл шығару,
демек стендап, яғни қазақ тілінде болсын, орыс тілінде болсын, өзімді стендап комик ретінде позиционировать етуім керек деп, сонымен қазақша стендап. Бірақ жалғыз өзім, то есть 2020 жылдың басында 5 минуттық не болды, видео өз каналыма салып қойғам, шығып жаңағыдай. Негізі сондай ой болған ғой, өзім каналыма салам деп. Бірақ аудитория болмаса, яғни сенің стендабыңды жақсы көретін аудитория болмаса, ол просмотр жинамайды. Содан кейін ойладым, жоқ, жаңа қаз стендап каналына шыға берейін, сол жақтан адамдар көріп, танып, егер менің әзілдерім ұнаса, енді ұнататындар көп болады деп ойламаймын, өйткені менің бағытым сәл басқашалау. Содан кейін сол қазақша стендапты айналысып жүр. Ол қазақша стендап, ол да сәлемнен бөлініп шықты, ол жігіттер. Иә. Олар да бөлініп шықты. Қазір қандай деңгейде стендап? Қазақша. Өткенде мен саған жаңа влогымда айтқанда, өте жақсы деңгейде деп айта аламын. Енді ішінде жүргеннен кейін. Жақсы деңгей дегенде қалай? Выступать етіп жүрген жаңағыда 10 шақты жігіт па? Сон 10 адамның болуының өзі жақсы. Сосын жан-жақта Қызылордада істеп жатыр жігіттер, Шымкентте істеп жатыр, Астанада істеп жатыр. Яғни қозғалыс кетті, басталып кетті. Ол да жақсы. Сосын цифрлар ғой, бәрін көрсетеді. Статистика, просмотр жақсы. Қазақ тіліндегі ешкім танымайтын жігіттердің шығып айтқан әзілінің жаңағыдай просмотр жинауы, демек сұраныс, бұл нәрсе, бұл қозғалыс, бұл жоба сұранысқа ие деген сөз. Демек, енді былай кәсіби тұрғыда қарайтын болсаң, деңгейі орташадан жоғары деп айтуға болады. Былай жалпы алған кезде жақсы деңгейде. Қазақстандағы қазақ тілді топ 3 стендап комик. Осы жігіттер жақсы. Осыларды қараңдар, болашақта осы жігіттер Тұрсынбекті асып өтуі мүмкін. Негізі Тұрсынбекпен салыстыру қатты дұрыс емес, өйткені Тұрсынбектікі эстрадный монолог. То есть ол өзінің жеке басының проблемасы емес, жалпы халықтың несін айтады. Жай күйін, өмірінде болып жатқан оқиғаларды айтады. Стендап комик жаңа айтқанда, ол өзінің ішкі проблемасын, трагедиясын, не нәрсе оны қазір мазалап жүр, соны айтады. Енді қазақ тілінде, орыс тілінде деп бөлмей қойын, өзімде екі тілде выступать етіп жатқан соң, өзіме ұнайтын стендап комиктер. Ол Медет Қалибеков, екі тілде де. Дәурен Тогизов, екі тілде де. Дархан Оспанов, екі тілде де. Басқа жігіттерді айтуға болады. Галанды айтуға болады, Аңсағанды айтуға болады. Талғат деген жігіт өте жақсы шығып жүр. Тима, Темірлан, Жансаяның да әзілдері жақсы. Яғни нақты осы деп айтуға болмайды, өйткені біздің өзіміз санымыздың өзі шектеулі да. Егер 100 адам болса, соның үшін 3-ді айт десең, 10 адам өзі, 10 ары кетсе 13 адам, олар әрқайсысын жекелеп айтуға болады. Мынау да жақсы. Мен просто жаңа ерекшелеп айтқан, екі тілде де выступать етіп, жақсы нәтижеге көрсетіп жүрген адам, жақсы нәтиже көрсетіп жүрген комиктерді айтып жатырмын. Өйткені Медет қаншама жыл Москвада открытый микрофон деген ТНТ-ның жобасында қатысып жүрді. Яғни ол жақтағы комиктерде, көрермендерде Медетті өте жақсы біледі. Құрметтейді былайша. Жаңа айтқан Чебатковтың да Дудьтағы интервьюінде шықты ғой. Дудьқа шыққан тізімде Медет Қалибеков те болды. Оның ішінде жаңағыда Біржан Қабылбаев бар, қазір Москвада тұрып жатыр. Ғалым Қалиакбаров деген жігіт бар. Шыңғыс Ермек деген жігіт бар. Мадияр Нұрманбетов, яғни орыс тіліндегі стендап. Яғни Ресейге барып өзін көрсетіп жүрген жігіттер ғой, орыс тілінде болса да. Саяхат жайлы қай жерлерде болдыңыз, қай жерлерге барғыңыз келеді? Так, ең алғашқы саяхатым Ташкент қаласында болған. 2000 жылы бала кезде Ташкентке бардым. Содан кейін жаңағыдай біраз уақыт ешқайда шыққан жоқпын. Сол Шымкент, сол Астана, Алматы, Тараз, Қызылорда сияқты, Ақтау сияқты жерлерге бардым. 2017 жылы Амстердамда тұратын, Голландияда тұратын Мұрат Өнал деген этникалық қазақ жігіт досым бар. 2 жыл Шымкентте футбол ойнады, сол арқылы өте жақсы таныс болдық. Сол той жасады, үйленді. Сол айтты, тойыма келмесең болмайды деді. Мен сені арнайлап шақырам деді. Қазақстаннан бір 3-4 жігіт таныс достарын шақырған ғой.
сонымен бәріміз бірге баратын болғанбыз. Жеме-жемге келгенде соңында жалғыз өзім ғана баратын болдым. Сөйтіп 2017 жылы алғаш рет Европаға бардым. Голландия, Амстердам, Париж, Канны, Ницца, Монако, Барселона. 6 қала ма? Сол 6 қала 3 елді жалғыз өзім 2 апта бойы аралап шықтым. Сосын 2019 жылы «Бизнес по-казахски в Корее» киносының сценарийін жазу үшін Түркияға бардық. Стамбул, Бодрум қалаларында болдық бірге. Стамбул ол тоже сүйікті, маған ұнайды жалпы. Мен ол жерде ары кетсе 1,5-2 күн болдым ба, соның өзінде мына тағы да жаңағы галочка қойып кеттім. Оралам. Ана жерге қайттан келем деген сияқты. Болды. Қай жерлерге барғыңыз келеді? Москваға бардым. Былтыр 2 апта тұрып келдім Москвада. Барғым келетін жерлер өте көп. Америка құрама штаттары, Малайзия, Сингапур сияқты жерлер, Филиппины. Тағы Европаның басқа да елдерін аралағым келеді. Мен жалпы маған қиын болды мысалы үшін. Жаңа Амстердамға барған соң жақын ғой елдер. Мына жағында Германия бар, мына жағында Франция бар деген сияқты. Италия, Швейцария бір-біріне бүйтіп тұрды. Қиын болды. Мен кәдімгі импровизация болды ғой менің сапарым. Мен туда-обратно Амстердамға ғана алғам. Бірақ сол қайтқаныма дейін жаңа айналасында тұрған қалаларға кіріп шығу. Сол кезде кәдімгідей, так, бүгін не істеймін. И отырамын да осылай. Все, кешке Парижге деймін да. Парижге автобуспен шығып кеттім. Сосын Парижде жүріп, енді қайда барсам болады деп бүйтіп ашасың да, картаны ашасың, қарайсың, қандай жақын. Канныға бару керек қой дейсің. Сонымен Канныға ұшып кетесің. Сөйтесің да, Канныға барған соң, Канныда жүремін деп Инстаграмды салсам, адамдар жаза бастады. Там жарты сағат жерде Монако бар. Монакоға кіріп кетсең де болады. Все, давай, Монакоға кеттік. Монакоға кетіп қоя саласың. Сосын қайтадан Ниццаға келген кезде ойладым, енді қайда барсам болады. Мына жаққа Италияға кетіп қалуға болады, былай Испанияға кетуге болады, былай Швейцарияға кетуге болады деген сияқты. Сөйтіп ойладым, енді Барселонаға бармасам болмас енді дедім да. No Camp'ты көруім керек. Басқасын көрмесем No Camp'ты көруім керек деп. Сөйтіп Барселонаға бардым. Барселона, Алматы, білмеймін, маған Алматының бір кейбір жерлер не ұқсап кетті. Қазіргі Алматының орайы бар ғой. Сондай сияқты болды да маған өзіме де. Сосын сол Барселонаға бардым. Жалпы саяхат дегенде өте қатты жақсы көрем. Көп шықпасам да. Бірақ солай бүйтіп жоспарламай кетіп қалғанды жақсы көрем. Яғни жоспарлап, мына жаққа барам емес. Негізі ақша үнемдеу үшін жоспарлау керек екен. Мен жаңағыдай импровизацияны жақсы көрем да. Мысалы үшін көңілім не қалап тұр, сол сәтте солай бүйтіп кетіп қала салғанды дұрыс көрем. Жақсы, кеңес. Қандай кітап оқуға, сериалға, киноға? Так, кітап деген кезде мынандай кітап деп айтпай қояйын. Өйткені мойындаймын, кітап көп оқымаймын. Соңғы кездерде тек қана өзімнің жаңағыдай кәсіби әдебиеттерді ғана оқып жүрмін. Жаңа стендапқа қатысты деген сияқты, сценарийге қатысты ғана. Жалпы бірақ өзімнің мектеп кезде оқыған 3 кітапты айтайын. Менің осы әзілге бет бұруыма, ой қиялымның ұшқыр болуына негізгі өзінің септігін тигізген кітаптар. Ол мен 3-4 класста, 5 класста Николай Носовтың «Дым білмесінің хикаялары» деген кітаптан басталған. Яғни сондай балалар әдебиеті ғой. Сол кітапты оқығанда «Дым білместің айға саяхаты, күнге саяхаты» деген сияқты. Яғни Незнайка. Незнайка ғой. Соның қазақша нұсқасы. Былайша айтқанда фантастикалық әдебиет қой. Бірақ мен ол кітапты оқу арқылы өзімнің қиялымды шексіз болуына әсерін тигізді. Ол кітап сондай болды. Сосын мен сол мектеп оқып жүрген кезде мынау қазақ тіліндегі өзім білетін, маған қатты ұнайтын энциклопедиялардың бірі Шаңырақ деген энциклопедия болды. Яғни мен көп деген білімді сол жақтан алдым. Бүкіл ақпарат бар десем де болады ана ішінде. Содан кейін Жалын журналы болды. Мұхтар Шахановтың редакторлығымен шығатын.
Сосын әзіл жазуға бірден бір керек формулаларды алған кітаптарым ол Қадыр Мырзалиевтің иірімі. Көптеген жаңағыдай өте маған ұнайды да, жаңа ұйқастырып әзілдеген деген сияқты. Сол кітапты оқу арқылы үйрендім десем болады. Сосын бізде Шымкентте Мархабат Байғұт деген жазушы кісі бар. Соның әңгімелері, қысқа әңгімелері болды. Бір аты ұмытпадым, сол кісінің әңгімелері, шығармалары. Сырты розовый ма сондай кітап. Мектеп кезде оқығам оны да. Кәдімгідей әр әңгімесі мен үшін бір монолог сияқты болып көрінді да. Менің жалпы сондай шығармаларды жазуға қызығушылығымды оятты. И нақты бір нелермен да, былай айтқанда, формуласын көріп тұрасың да, әзілді қалай жазу керек. Сол кітаптар. Сериал, кино. Сериал почти көрмеймін десем де болады. Кино. Кино мен негізі бәрін көре беремін деп айта алмаймын. Ұзақ таңдаймын кино дегенде. Өзіме ұнаған болғанда қазір есіме түсіп тұрған кинолар айтайын. Побег из Шоушенка. Өте мықты кино. Паразиты. Кореялық. Пон Жун Хоның киносы. Сосын Жаралы сезім. Жаралы сезім на свое усмотрение ғой. Жоқ, сол кездерде прям культ еді ғой сол. Білмеймін мен, жалпы ондай қандай сондай кино болсын, сериал сондайлар шығады ғой. Менде тек қана олар әзіл шығаруыма себепші болады олар. Көріп отырып шыға бастады. Түнгі студияда істеп жүргенде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев келді. Иә. Ол кезде сіз редакторсыз ғой ол жерде? Автор. Сценарист, редактор, креативный продюсер. Қалай болды сол процесс, сол маған қызық? Негізі келем деді ма? Дайындалыңдар, келем или қалай? Негізі көбісі сене бермейді. Ұсыныс негізі біз тараптан болған. Біз түнгі студия жобасында істеп жүрген кезде енді ойлайсың ғой, кімді шақырсақ екен, кімді шақырсаң екен, сөйтіп ойлап жаңағы Америкалық нұсқаларында президенттер келіп жатады, Барак Обама келеді, Дональд Трамп келеді деген сияқты. Сосын ойладық, давай президент шақырайық. Бәрі күлді. Телеарна басшылары да, басқалар да күлді. Қуасыңдар ма, президентіне басқа істейтін шаруасы жоқ па деген сияқты. Біз айтамыз, это мировой формат, практикада бар нәрсе, демек болады. Рахмет, құрметті көрермендер. Нұрсұлтан Әбішұлы, жалпы өзің студияға қош келдіңіз. Студиямыз ұнап жатыр ма сізге? Телевидение, жалпы, қазір медиа орталығы. Сонымен біз бірнеше жолдарын ұсындық шақырудың ше. Яғни челлендж жасаймыз, чтобы бүкіл әлем еститіндей ол челлендж жайлы. И сол арқылы президентті естейді дедік та. Сондай ой болды. Сосын жалпы андай үлкен масштабный түнгі студияның концертін жасайық, и хедлайнер президент болсын деген сияқты. Сондай ұсыныстар көп болды. Сөйтіп, енді сол ұсыныстарымыздың бірі президентке жеткен, елбасыға. Ол кісі айтқан, мен үшін арнайлап ештеңе ұйымдастырмай қойыңдар, сол өзі өтіп жүрген студияның өзіне барам деген. Қазмедиаға. Иә. Сөйтеді, бірақ нақты келеді деген ақпарат келген жоқ. Жалпы, иә, барам, бірақ қашан екені белгісіз. И все. Сонымен 2016 жылдың қараша айында бізде андай кішігірім демалыс болды, үзіліс болды. Өйткені Нұрлан Таиландқа кино түсіруге кетті. Каникулы в Таиланде фильм түсіруге кетті. Бізде бүкіл авторлық состав демалыста. Өз қалаларына кетіп қалғандар бар. Астанада мен, администратор қыздар, Асқат деген энерго құрамасындағы Асқат, сценаристерден екеуміз ғана қалғанбыз. Мен ұйықтап жатырмын. Таңертең маған звондайды, жаңағы администратор қыз Нұрмахан. Осы апта бізде президент қонаққа келейін деп отыр. Аха дейді, телефон қойдым. Ары қарай ұйықтай беремін. Где-то бір сағаттан кейін оянып, анау түсім ба, түсім емес пе, түсімде айтылды ма, не болды өзі деп түсінбей тұрмын ғой. Сөйтемін да, телефон ашсам, звонок келген. Қайттан звондаймын. Иә, мен саған жаңа айттым ғой, президент келеді.
И мен сразу жаңа авторлардың чатына жазамын, жігіттер, ертең сағат 12-де жиналайық, президент келеді. Бәрі, нұрма қойш, жұмысқа үйтіп шақырмай-ақ қойш, сенбейміз деп, ше. Өзіміздің балдар сенбейді. До конца сенген жоқ қой. Келген жоқ ешқайсысы. Сонымен бір күн қалған кезде Нұрлан келді Таиландтан, авторлардан біз екеуміз ғана жүрміз, сонымен үшеулеп отырып бірдеңелер жазып, құрастырып, бірақ оның естественно почти ешқайсысына рұқсат берген жоқ. Редактировать етті. Редактировать еткен кезде былай, так, мынаны айтпайсыңдар деген не болған жоқ. Просто қара. Айтамыз ғой біз, примерно сценарий бар. Былайша айтқанда, менің өзім ойымша, анау бір өте жақсы бағдарлама болып шығатын еді жаңағыдай. Әзіл күлкі деген сияқты. Біз өйткені былай саясат неміз, чисто бытовой темаларды талқыламыз келді, жаңағыдай. Реал ма, Барса ма деген сияқты. Мынандай сұрақтар болды, мысалы үшін түнде қарныңыз ашып ояна ма? И холодильникті ашып, не жесем бола ма дейтін сұрақ ой келе ма деген. Сөйтіп анау айналасында жүрген кісілер, жоқ. Причем Нұрсұлтан Әбішұлы өзі естіген жоқ, айналасындағы адамдар блокирует етіп тастады ғой. Иә, ол жерде солай ғой, протокол бойынша саған бір күн бұрын келеді жаңағыдай. Не айтайын деп отырсың әлде? Сол кезде жаңағыдай, жоқ, ол кісінің қарны ашпайды. Біз әкеліп береміз деген қарны ашса. Ол кісі оянса сразу тамақ дайын тұрады дейді да. Блядь, енді можно же әзіл. Сосын андай халықтың арасына тарап кеткен әзіл бар ғой. Біз мынандай тест сұрақтарын қойғымыз келді да. Астаналықтар бәйтерекке қай кезде барады? А. Демалыс күндері, Б. Мереке күндері, Д. Қонақ келгенде. Не келген кезде, типа қол бос кезде, и Д. Ауылдан туыстар келген кезде деген сияқты. Типа сіз енді Астана сіздің балаңыз ғой, былайша айтқанда, қаншалықты жақсы білесіз деген. Сондай неше түрлі сондай варианттар болған, бірақ бәріне блок қойып тастады. И просто ана жерде чистая импровизация. Келгенде қалай болды? Келді? Келді да, бізге айтты, не надейтесь деді, отырмайды деді. Ойлашы, келеді айтады, отырмайды, армандамай-ақ қойыңдар деді. Сонымен, жарайды енді. Жоқ, не істейді сол кезде? Келеді, отырмайды қайтеді. Қалай, студия, съемка отырма, жақсы, молодцы деді. Ол қонақ ретінде емес, просто келіп, амандасып кетеді. То есть, бізде перед фактом қойды да, уже біз келеді деп дайындалып жүрміз, и съемка болатын күні жаңағыдай ұйымдастырып жүрген адамдар келеді да, отырады деп үміттенбей қойыңдар деді. И просто бір кісілер айтты, мүмкін деді. Типа, если он пожелает, ол өзі отыру мүмкін деді. Сонымен бізде жарайды, бәріне дайын болайық дедік қой, короче. Бәріне дайын болды. Келді да өзі. Қарайды, қалайсыңдар деді да, жүр Нұрлан, түнгі студияны жүргізіп тастайық деді. Бірақ ол сөзін алдырып тастады. Типа, президент олай айтуға болмайды деген оказывается. Ойлашы, президент айтып тұр, жүр Нұрлан. Наоборот, күшті ғой, күшті жағынан көрініп тұр ғой. Түнгі студияны жүргізіп тастайық деді. Сонымен отырды, 8 минут отырды. Біреулер жаңағыдай, ой, 5 минут деп. Енді 8 минут отырды, сол 8 минуттың бәрі эфирге шықты. Ештеңе кесілген жоқ, диалогтардан? Жаңағы жер алынып тасталды. Жүр Нұрлан, түнгі студияны жүргізіп тастайық деген жері, по-моему. И болды. Күшті. Массовкада кімдер отырды? Массовкада сол Казмедиада жұмыс істейтін қызметкерлер отырды. Өйткені, оказывается, протокол бойынша президент бір жерге барған кезде, ана зданияның ішінде артық адамдар болмау керек екен. Яғни, сол зданияға күнде кіріп шығып жүрген, жаңағыдай біз ана немен кіреміз ғой, бейджикпен кіреміз ғой, сондай адамдар ғана болу керек, поэтому солай шешілді. Жақсы. Андай нелер емес, дрессированный адамдар отырған жоқ. Кәдімгі сол Казмедиада дәл сол уақытта кімнің қолы бос, кімнің прям жұмысы прям не горит, сол кісілер келіп отырды. Бірақ бәрінде не горит, бәрінің қолы бос болды ғой сол күні. Жоқ, ондай болған жоқ, негізі. Өйткені бірақ жаңағы айтқандай, түсе ма түспей ма дегенде ой болды ғой, отыра ма отырмай ма қонақ болды. Иә. Енді біз бәріне дайын болуымыз едік қой. Бәріне дайын болу керек дедік та, сонымен кім келіп көргісі келіп жатыр, пожалуйста келіп көріңдер деген сияқты болды. Бірақ енді мен ойымша сәтті шықты. Мен көрдім, прям өте сәтті шықты сол. Хотелось бы и лучше дейді ғой. Өйткені бізде әлі андай қалыптаспағанда ондай нәрселерді негізі алдын ала ойластырып, сендерде қандай ұсыныс бар деп бізге айтса, біз айтатын едік. Давай былай жасауға болады. Мысалы үшін Барак Обама мынандай нәрсе жасаған деген сияқты. Көп нәрселер айтатын едік. Бірақ бізде жаңағыдай ғой, тапсырма беріледі, соны орындау керек деген сияқты. Бірақ ұсыныс біз тараптан болды. То есть
ол кісілер қай передачаға барсам болады деп давай YouTube ашып ақтарған жоқ. Иә, ондай болған жоқ. Біз ұсыныс хат жаздық деген сияқты жобамыздың презентациясын жасадық. Сөйтіп ол где-то 1 жылға созылған процесс болды біздің шақыруымыз. Яғни біз жаңағыда челлендж ұсындық, Instagram арқылы Нұрлан шақырады, сондай вариант ұсындық, хат жаздық, презентация жасадық. Сөйтіп бірнеше процент ойлашы, бір передачада қайта саған ұсыныс келе береді да. Содан кейін енді жаңа президент әкімшілігіндегілер де ойланады ғой, мыналар неге қоймай жатыр деген сияқты. Енді президентке жеткізген айтқан специально ештеңе ұйымдастырмақпын, сол студент өзіне барамын деген сияқты. Бірақ маған өзіме Джеки Чанның келгені ұнайды, Бурак Өзчевиттің келгені, Аршавин келді деген сияқты. Көп қой, Ананди келді. Сол енді біраз қонақтар келді. Олардың келуі де негізі қызық болды. Сол кезде Нұрсұлтан Әбішұлы келеді деп Нұрлан Қоянбаевты Таиландтан алдырды, иә? Нұрлан арнайы Таиландтан ұшып келді 1 күн бұрын. Загармен түсті. То есть передачаны түсірдік. Келесі күні қайтадан Таиландқа ұшып кетті. Яғни 1 күн елде болды да, жаңа программаны түсірдік, ертесіне қайтадан ұшып кетті. Түнде ұшып кетті десек те болады, яғни таң ата. Нұрсұлтан Әбішұлының вообще Қазақстан телевидениесындағы развлекательный программаға келген осы ғана шығар, түнгі студияға. Жалпы арнайы бір передачаға бірінші и соңғы келуі, по-моему. Арнайымын. Былай арнайы жобалары болды ғой, жаңағыдай бір тәуелсіздікке байланысты, немесе бір бүкіл телеарналардың басшыларын жинап алып, интервью, немесе белгілі бір каналға отдельный интервью деген сияқты. Бірақ уже бар передачаға келмеген. Осы келді, и одан кейін де әлі барған жоқ. Сол, и еще сеткада қандай болды десейші ол жерде. Дүйсенбі күні Дидар Қамиев, сейсенбі күні Нұрсұлтан Назарбаев, сәрсенбі күні тағы бір сонда бір әнші ма сонда. Сеткада солай тұрады, эфирный сеткада. Сондай қызық болды. Нұреке, ұйықтар алдында қандай тақырыпты ойланасыз? Тек қана ұйықтар алдын емес. Мен негізі өте көп ойланам, жиі ойланам, ұзақ ойланам. Жаяу көп жүрем, яғни жаяу жүрген кездің бәрі ой. Кейде сол ойлардың арқасында монологтар шығады, жаңа әзілдер. Жалпы стендап солай, менде стендап материалдарым солай жазылады. Бір ойды миыма кіреді, сонымен бір А точкасынан Б точкасына дейін барғанға дейін соны разгон жасап барып ойланып, былай айтсайшы деп сөйтіп шығады. Сосын не диктофонға, не заметкаға жазып аламын. Соңғы кезде жаңа мазалап жүргені, жаңа айтқандай сауат біздің жастардың, жалпы халықтың сауаты. Неге қазіргі әлеуметтік желілерде сауатсыздық көбейіп кетті? Оған не себеп болды? Вроде бы бәріміз мектепте оқыған кезде жақсы оқыған сияқты едік қой. Немесе кімді алдап жүрдік деген сияқты, яғни. И содан келіп шыққан нәрсе, ең бастысы честный болу, өзіңнің если сауатсыз болсаң, сауатсыз екен мойындау. Мойындаудың өзі әрекет. Мойындайсың, и соны түзетуге әрекет жасайсың. Яғни ол шынайы болу, өз-өзіңмен честный болу деген кезеге, жалпы өз-өзіңмен честный болу ғой. Яғни, мүмкін сен подписчиктеріңді, басқаларды иллюзиямен, жасандылықпен алдай алатын шығарсың. Бірақ ең бастысы өз-өзіңді жатар кезде өз-өзіңді алдамауыңды. Яғни, мен негізі ондай емеспін ғой деп өзіңнің алдында мойындауың, қабылдауың. Сол нәрселер мазалап жүр. Яғни, қазір нәрселер көбейіп кетті. Қандай жақсы тірліктер жасасам да, ең бастысы қайырымдылықпен айналсам, демек мен жақсы адаммын деген. Қайырымдылықпен жуып шайып салуға болады деп ойлайтындар көбейіп кетті. И менің түсінігімде қайырымдылық ол жасырын болу керек. Яғни айтады ғой, оң қолың берген нәрсені сол қолың білмеу керек. Егер сен мында үлкен сбор жариялап атсаң, но сбор жариялағанда сен өз қалтаңнан бермейсің ғой. Яғни сен просто сондай адамдарға бір призыв шақыру. Не үшін жаңағыдай өзінің жаман тірліктерін дейінші,
қайырымдылықпен жуып шаю белең алып кеткені андай ойға итермелеуі мүмкін басқа адамдар. Мысалы үшін, мен не жасасам да жасай берейін, білгенім істей берейін былайша айтқанда, бірақ ертеңгі күні қайырымдылықпен өзімді ақтап аламын деген сияқты. Ол неге апарып соғуы мүмкін. Мысалы үшін, условно говоря, біз айтамыз ғой, бізде парақорлық кең жайылып кетті деген. Мысалы үшін, біздің елдегі бір парақор кісі, адам пара алып жүр. Сөйтеді да ол парасының какой-то бір процентін қайырымдылыққа жұмсайды. Біз айтамыз, ертең ол кісі ұсталып қалса, біз айтамыз, ол қайырымдылықпен айналысып жүреді, жақсы кісіге. Ол парақор ғой. Немесе ұры деге, қылмыскер қандай да бір. Простой пример, көшедегі жол жүру тәртібін сақтамайды, ремень тақпайды, басқа алмайды, білген істеп жүреді да. Но мен қайырымдылық жасаймын ғой деп. Оның өзі негізі дұрыс емес. То есть қайырымдылықпен өзін бүйтіп ақтап алу дұрыс емес. То есть ол сенімен Құдайдың арасында ғана болатын құпия былайша айтқанда. Менің түсінігімде солай. Яғни ол өткенде Рамазан Фаилов бар ғой, сол жігіт жазды ғой. Яғни сен өзіңді дін арқылы жарнамалама. Сенің іс-әрекетің дінге жарнама болу керек деген сияқтышы. Нақты сөзбе-сөз есіме түспей тұр қазір. Примерно солай. Яғни сен өзіңнің былай жүріс-тұрысыңнан сен аузыңмен айтпай-ақ, мен осындаймын деп аузыңмен айтпай-ақ, сенің іс-қимылыңнан, жасап жүрген істеріңнен, әрекеттеріңнен сенің қандай адам екенің көрініп тұру керек та. А не так, сен білгенін істеп жүресің да, біреу саған претензия айтса, вообще-то мен қайырымдылықпен айналысам деген, ол как-то дұрыс емес та, бір екіжүзділік сияқты да. Білмеймін енді. Жаңа айтқандай, адамға ақыл берілген, ол ақылды әркім әртүрлі пайдаланып жүр. Сондықтан сол ерік берілген бізге, мынау берілген ақылды жақсы жағына немесе жаман жағына пайдалану. Енді соны жақсы жағына пайдалансақ деген сияқты. Сосын жаңағыдай Әбу Насыр Әл-Фарабидің сөзі бар ғой, білімсіз берілген, тәрбиесіз берілген білім ұрпаққа апат әкеледі деген. Бізде білімділер өте көп, бірақ сол білім қай жаққа қарай жұмсалып жатыр, ненің кімге қызмет етіп жатыр. Яғни сол мүмкін тәрбие дұрыс берілмеді да, бірақ білімі бар, ол білім жаңағыдай жұртты алдауға, манипуляция жасауға, жақсы өмірдің иллюзиясын жасауға қызмет етіп кетіп жатыр. Интервьюларда сондай көпке сондай. Интервьюда білмеймін, мен мынандай ой қалыптасады. Қандай да бір интервью көресің ғой, соңында ана адам жақсы адам болып шығады да. Мен ойлаппын, мен бүйтіп ойлап жүрсем, оказывается, ол жақсы адам екен. И сол нәрсе басқа келесі интервью беретін адамдарға ой тастайды да, ой тастағанда жаңағыдай, мен ана жерге барып ақылды түр жасап алып, салмақты былай төмен, біреудің цитаталарын айтсам, төмен дауыспен қандай да бір сөздер айтып кетсем, демек мен жақсы адам болады екем. То есть халықтың көзінше мен жақсы адам болып көрінеді екем. Бірақ ана қыздар айтады ғой, не дейді, надо оценить мужчин поступками дейді ғой. Іспен сенің жасап жүрген амал әрекеттерің сенің кім екеніңді көрсетеді, сөздерің емес. Сөз деген ол біздің не ғой, әзіліміз. Біз әзіл ретінде сөзі ойнатамыз, пайдаланамыз. Ал сөзбен өзіңді ақтап алу, өзіңді жақсы қылып көрсету, қазіргі заманда бәріміздің көзіміз ашық. Поэтому кімнің кім екенін білеміз ғой. И интервьюдан кейін мен де мысалы өзім жақсы адам деп айтпаймын, мен өзім жақсы адам деп тұрған жоқпын. Мен қалай бармын, солай бармын. Бірақ ең бірінші өзімді алдамауға тырысам да. Зачем мен өзіңді алдаған екен болды ғой, басқаларды алдау түк емес. Сол ғой, осы интервьюда ақылдасқан кезде, келіскен кезде Нұрмахан бірден айтты, мына интервьюдің просмотры болмайды. Болмайды. Мен жалпы біріншіден таң қалдым. Өйткені сенің аудиторияң ол жаңағыдай блогерлердің, вайнерлердің аудиториясы. Олар мені көріп, мынау кім дейтіні айдан анық. Бірақ сонда да көретін адам бар. Тесік моншақ жерде қалмайды. Міндетті түрде бір адам көріп, ертеңгісіне бір ой түйетін болса, ол біздің каналдың бекер ашылмағанында. Мүмкін. Фобия бар ма? Фобия жыланнан қорқам.
өткен бала кезде жылан тістеген ба, шаққан ба, сондай бірдеңесі бар, короче. Сосын ит талаған, иттен қорқам. Таза ауылдың әңгімесі. Иә, сосын біздің ауылда искусственный көл болатын, қолдан жасалған көл. Соған батып кеткен, шөгіп кеткен. И осы үшеуінің ішінен сол судан қорқуды ғана соңғы 1-2 жылда жеңдім, яғни барып суға түсіп деген сияқты. Оға дейін менде кәдімгідей фобия болды. Тіпті бассейнге түсудің өзі қорқыныш болды. Мысалы, жаңағы Европаға барған саяхатымда, енді Канаға бардым ғой. Канада жерорта теңізі. Енді мен жаңағыдай судан қорқатыным бар. Бірақ өзімнен де любопытство болып тұр да. Мен сонау жерден келіп, Канаға келіп, жағада тұрмын, пляжда тұрмын. Европада батпайды ғой деген. Жерорта теңізіне қалай түспеймін мен деп ше. И Нартәуекел да түстім. И бірінші рет сөз андай тұзды су дейді ғой. Сөзде бірінші рет өзімді былай денемде сездім да, олардың тұзды судың қандай болатынын. То есть біз ішіп былай басқаша, сыртыңнан басқаша сездім, как будто бір мұрныңнан қан ағып жатқан сияқты сондай сезім болды. Сөйтіп түстім. Бір-екі рет малтыдым да шықтым. То есть ең басты жаңа любопытствоны жеңу болды, фобияны жеңу болды, түсу керек болды, түстім. Қазір 2 сұрақ болады, бірі ғана жауабын таңдаймыз. Көрейік. Алматы ма, Шымкент па? Шымкенттен мен өзім ауылды көбінесе Тұрбат деп айтам. Өйткені мен Тұрбатта көбірек тұрдым ғой. Шымкентте 4 жыл оқыдым. Шымкент былай жалпылай алғанда Шымкент деп айтамыз, бірақ менің бүкіл жастық шағым, қиын қыстау кезеңім, ащы тұщының бәрін көрген кезім ол Алматы. Алматыда мен қазір 2009-дан 2013-ке 4 жыл, 2018-ден 2021-ге 3 жыл, 7 жыл тұрып отыр екен. Алматы. Қазіргі күнде Алматы. Шымкент деген мен өзім туыстарым, достарым и Ордабасы. То есть солай есептеймін да мен. Жайдарман ба, КВН ба? Қазақша КВН. Осы салаға бет ұруыма себеп болған қазақша КВН. Жалпы осы қаншама талантты жандарды индустрияға жіберген ол Жайдарман. То есть екеуінің де проценттік соотношениеде үлесі бар. Қазақша КВН 40% тек, Жайдарман 60% деп алайық. Роналду ма, Месси ма? Зубастик Роналду. То есть Криштиану Роналду мен Месси емес, мен үшін Зубастик Роналду. Ол феномен, феномен. Барса ма, Реал ма? Ордабасы. Мен де вообще Барса, Реал деген сұрақ туындамаған. Маған айтып, көбісі айтады, жоқ, Ордабасы түсінікті ғой. Европада кім дейді да? Мен айтам, енді Ордабасы Европа лигасында 1-ші раундта ойнаса да ойнады ғой. Получается, Европада ойнап жүр. Қазақстан УЕФАда. Получается, Ордабасы қайтып ойналып келсең бе. Инстаграм ба, Ютуб ба? Ютуб. Интернет па, телевидение ма? 2017 жылға дейін телевидение, 2017-тен кейін интернет. Сонымен достар, әдеттегідей сұхбаттың соңында конкурстың шарттары оп-оңай. Каналға тіркелеміз, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Комментарийға не деп жазу керек? Қазір Нұрмахан өзі айтады. Менің каналыма да жазылу керек ол үшін. Нұрмахан Мұханұлы YouTube каналына жазылыңдар. Сол жердегі видеоларын бәрін қарап шығыңдар. Так, сұрақ па? Сұрақ. Мен түнгі студия жобасында қандай қызметте болдым? Әзіл формасында айтқам, эфирде бар. Мен түнгі студияда кім болып істеп жүргенім жайлы түнгі студияның өзінің эфирінде айтқам. Сол сұраққа дұрыс жауап берген адамға мен алдағы болатын стендап концертке 2 билет сыйлыққа бердім. 2 не 3 билет өткен бізде столиктер 3 адамнан ғой. Сондықтан егер қараймыз қалай өтеді, концерттің форматы қалай өтуіне байланысты 2 не 3 билет сыйлаймын. Ұтып алуларыңыз келсе, комментарийға Нұрмахан Мұханұлының түнгі студиядағы профессиясын жазып кетсеңіздер болады. Ол редактор, автор, сценарист емес. Ол эфирде айтылған. Эфирде мен өзімді жаңағыдай таныстырған кезде, әзілдеп таныстырғам, қандай қызмет істейтінімді. Сол сұраққа дұрыс жауап берген адамға. Егер басқа қалада болсаңыз, сол қалада стендап концертпен баратын болсақ, сондай дәл жаңағыдай 2 не 3 билет мен атымнан. Көргендеріңіз үшін көп рахмет. Қазір осы жерлерде видео шығады. Оларды көріп шығыңыздар. Нұрмахан Мұханұлымен байланысты адамдар. Көп рахмет сіздерге. Сізге көп рахмет келгеніңізге. Саған өзіңе рахмет.
таки сен деп айтпадым. Мен өзімді қазір кәрі бір шал ретінде сезініп отырмын. Дәл осындай нотада бітіреміз.